Шежірелі шақарға ат басын тіреген Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне аялдап, тарихи мекеннен мәңгілік байыз тапқан ғұлама мен басқа да әйгілі тұлғалардың рухына тағзым етті. Қалада жергілікті жұртшылықпен жүздесіп, аймақтың аяқ алысын бағамдады. Президент өзгерістерді оң бағалады. Бүгін мемлекет басшысы Тұран төріне табан тіреп, әз Наурызды жергілікті жұртшылықпен бірге қарсы алды. Бүгін ата жұртымыздың алтын бесігі Түркістан шаһарына тағзым ету үшін арнайы келіп отырмын, ризамын. Менің Түркістанға ықыласым ерекше екенін жақсы білесіздер. Мемлекет басшысы ретінде алғашқы сапарымды осы өлкеден бастадым. Түркістан түбі бір түркі жұртының қасиетті шаңырағы, бұл халқымыздың болмыс бітімі, қайсар рухы, теңдессіз мәдениеті және елді дәстүрі көрініс тапқан киелі жер. Әйгілі Қожа Ахмет Яссауидің мол мұрасы, шежірелі шаһардың рухани қазынасы. Қасым-Жомарт Тоқаевтың өңірге сапары түркі дүниесінің рухани әрі тарихи мәдени ескерткіштерінің бірі. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне зиярат етуден басталды. Мемлекет басшысы кесене аумағында жерленген ғұлама Қожа Ахмет Яссауи мен басқа да әйгілі тарихи тұлғалардың рухына тағзым етті. Содан соң Түркістан облысының жұртшылығымен кездесті. Жиында президент мемлекеттік наградалар қатарына Қожа Ахмет Яссауи ордені енгізілетінін мәлім етті. Жуырда жарлыққа қол қойылады. Қожа Ахмет Яссауиді әлемнің әрбір түкпірінде, әсіресе ірі мемлекеттерде кең ауқымда дәріптеуіміз қажет. Бірақ ең біріншіден Қазақстанның жұртшылығына танымал етуіміз керек. Осы тарихи тұлғаға жоғары сапалы туындыларды және фильмдерді арнауымыз керек. Еліміздің әрбір облысында Қожа Ахмет Яссауидің бірегей зияткерлік мұрасына арналған оқуларды ұйымдастыру қажет. Мен жақын арада мемлекеттік наградалар қатарына Қожа Ахмет Яссауи орденін енгізу жөнінде жарлыққа қол қоямын. Осының бәрі Түркістан жеріне, Түркістанды ту еткен түркі халықтарына, оның ғұламалардың ғұламасы дейміз, үлкен рухани ұстаз Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың интеллектуалды және рухани мұрасына берген құрметі, оған тарихи әділ баға беріліп отыр. Мұны соның өзі әрине мерекенің қарсаңында бізге түркістандықтарға өте үлкен қуаныш сыйлады. Киелі Түркістан тарихи шешімдер қабылданған қойнауы қазынаға толы мекен. Ордабасы жерінде осыдан 3 ғасыр бұрын ел болашағына айрықша әсер еткен құрылтай өтті. 300-дің биі бас қосып бір тудың астына жиналды. Бұл елдік пен ерлік дәстүрі әлі де жалғасып келеді. Ұлттық құрылтайдың екінші отырысы осы өлкеде болған еді. Келесі келелі жиында